Армысыздар, 24 KZ арнасында әлеует бағдарламасы эфирде Маншық Мақсұтқызы. Екінші деңгейлі банктер өзіндік капитал мөлшерін арттыру тиіс. Өйткені 2015 жылы қазақстандық банк секторы Базель 3 халықаралық стандартына көшеді. Бұл туралы ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Бұл ретте 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде қызмет ететін банктердегі жеке капитал мөлшері 30 миллиард теңгеден кем болмау керек. Сосын бұл мөлшер жыл сайын артып 2017 жылы 50 миллиард, 2018 жылы 75 миллиард, ал 2019 жылы 100 миллиард теңгеге жететін болады. Айтпақшы, дәл осы жеке капиталдың мөлшеріне қарай банктер жұртшылықтан өз депозиттері үшін ақша жинау құқығын иеленетін көрінеді. Мәселен, егер банк капиталы 30 миллиард теңгеге жетсе, ол сәйкесінше халықтан 30-дан 50 миллиард теңгеге дейінгі көлемде депозит тартылады. Егер капиталы 50 миллиард теңгеге дейін ұлғайса, 50-ден 75 миллиард теңгеге дейін салым жинауына рұқсат беріледі. Егер 75 миллиард теңге болса, тиісінше 75-100 миллиард теңге депозит тартуына болады. Ал 100 миллиард теңгеге жетсе, шектеу алынып тасталады. Қазірдің өзінде капиталдану деңгейі 100 миллиард теңгеден асатын ірі банктер халықтың депозитін тартуда ешқандай шектеу көрмейді. Бізде мұндай 8 банк бар, деді ұлттық банк төрағасы. Қазақстан адами даму индексі бойынша 70-ші орынға тұрақталып, жоғары деңгейлі елдер қатарында қалуда. Біріккен ұлттар ұйымының зерттеу нәтижесі осындай. Біріккен ұлттар ұйымы адам әлеуетінің даму индексі, ішкі жалпы өнімнің бір адамға шаққандағы үлесі, білім алуы мен болжанған өмір сүру ұзақтығын есептейді. Есепке сәйкес әлемнің барлық жерінде даму бәсеңдеген. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасына қатысқан 187 ел рейтингісінде 70-ші орыннан көрінген Қазақстан, Ресей, Беларусь, Украина мен бір топта. Бұл индексте Түркия 69-шы, Мексика 71-ші орында тұр. Ал Орталық Азия елдері адам даму деңгейі жағынан төмен елдер қатарында. Мәселен, Түркменстан 103-ші, Өзбекстан 116-ші, Қырғызстан 125-ші, Тәжікстан 133-ші орында. Тізімнің бастапқы орындары өзгеріссіз қалды. Үздік бестікке Норвегия, Австралия, Швейцария, Нидерланды және ақш кіреді. Соңғы бестікте Сьерра-Леоне, Чад, Орталық Африка Республикасы, Конго Демократиялық Республикасы мен Нигер бар. Батыс Еуропа, Батыс Қытай жол дәлізі толық іске қосылғаннан кейін Қазақстан экономикасына шамамен 33 миллиард теңге түсім әкеледі. Халықаралық банк сарапшыларының болжамдары осындай. Бұл туралы көлік және коммуникация министрінің орынбасары Мереке Пішімбаев мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, биыл Астана-Бурабай жолынан 1 миллиард 200 миллион теңге кіріс түседі деп жоспарлануда. Өткен жылдың небәрі 6 айының ішінде 800 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Вице-министрдің атап өтуінше, Макинск, Щучье, Ақкөл аудандарының тұрғындары құны 1000 теңгені құрайтын абоненттік төлем жасап, сапалы жолмен екі жаққа да бір жыл бойы еркін қатынай алады. Негізінен біз ақшаны транзиттен аламыз. Бүгінде жүк көліктері 4,5-5000 теңге көлемінде, ал жиналған ақша жолды күтіп ұстауға жұмсалады. Өйткені бұл тас жолға бюджеттен ақша қарастырылмаған, деді Мереке Пішімбаев. Қызылордада жыл басынан бері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасында жалпы құны 2 миллиард 428 миллион теңгенің 31 жобасы нақты қолдау тапты. Осылайша шағын және орта бизнестің 31 субъектісі екінші деңгейлі банктерден алған несиелерін тиімді 7%-бен қайтаруда. Тағы бір тың бастама, егер кәсіпкердің екінші деңгейлі банктерден несие алу үшін қажетті кепілдемесі болмаған жағдайда қор көмекке келеді. Аталған бағдарлама аясында даму қоры шағын және орта бизнес кәсіпкерлеріне алатын несие сомасының 70%-на дейін кепілдеме береді. Бүгінгі таңда жыл басынан бері бөлшек кепілдеме беру бойынша жалпы құны 189 миллион теңгенің 16 жобасы мақұлданды. Өңірде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 24858-ге жетіп, 6 айда бюджетке 11,9 миллиард теңге салық түсті. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің хабарымыздың электронды нұсқасын 24 KZ сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.